Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Құрметті бауырлар, Мәбдәл қырағат кітабы 2-ші томды жалғастырамыз. Бүгін 52-ші дәріс, ад-дарсу ас-сани вал хамсун. Az-зибу, қасқыр. Жекеше сөздер. Вужарун, аужиратун, вужурун. Пана, апан, ін. Қасқырдың мәні апан. Бәриятун, дала, қыр, айдала. Хассатун, хавассун, сезу. Сезу қабілеті, сезім, сана сезім. Шуммун, искеу. Фарсахун, фарсах. Көне өлшем бірлік. Көнеде қалған өлшем бірлік, бір фарсах. 2 километр 250 метрге тең. 2 километрден астамда. Аудун, қайту. Инфирадун, жекелену. Ауаун, ауа, яуи, ауаун, олу. Маркабатун, шатауиятун, қысқышана. Шатауин, шита деген мағынада. Шатауин, қысқышана. Жаррун, сүйреу, тарту. Истинафун, истифал бабында қайта бастау. Истанафа, ястаниф, истифнаф, қайта бастау. Валейса лаху қувватун тузкар. Оның айтарлықтай күш қуаты жоқ. Айтарлықтай күш қуаты жоқ. Енді оқиған болсақ, az-зибу мин ашраси ас-сиба'i хулуқан ва ашаддиха хиянатан ва адарриха лин-наси. Қасқыр адамдар үшін ең мінезі жағынан ең жауыз жануар, және де қиянаты ең көп жануар, ең қатты жануар, қиянаты жағынан, және де зиян жағынан ең қатты зиянды жануар. Ва хуа акбару минал калби, ол иттен үлкенірек, ва ашбахул хайванати бихи, және де итке ең ұқсас жануарлардан. Ең ұқсас жануарлардан. ويتخذ وجاره في الغابات البعيدة عن مساكن الناس. Өзінің інін алады, індерін алады, яғни індерін жасайды, індерін тұрғызады, немесе індерін жасайды. Қайда? Адамдардың тұрғылықты үйлерінен алыстағы ормандардан ішінен өзінің інін жасайды дейді. ويعيش أيام الصيف على الأرانب والعصافير وغيرهما من الحيوانات الصغيرة. және де өмір сүреді, жаз күндері өмір сүреді, қояндарды аулаумен, құс торғайлауды аулаумен, және де ол екеуінен басқа кішкентай жануарлардан болған сондай жануарлармен соларды аулаумен жаз күндері өмір сүреді, яғни өмір сүреді. Уамма фишита, ал енді қыста болса, фаяхруджу минал ғабат, ормандардан шығады. Фаятуфу фил барари, ормандардан шығады да жағы айдаланы айналып таваф жасап, яғни айдалада айналып жүреді. Жамаатин фи талабил фариса, өзінің жемтегін іздеп, өзінің добычасын, яғни жемтегін іздеумен топ-топ болып, жамағат болып, яғни топ-топ болып айдалада жүреді дейді. Кезіп жүреді, ятуфу кезіп жүреді. Валейса лаху қувватун тузкар, оның айтарлықтай күші жоқ. Валакиннаху, бірақ та ол ла я'рифул хауфа, қорқу дегенді білмейді. Қорқуды білмейді. وإذا اشتد عليه الجوع, егерде аштық оның аштығы күшейсе, яздаду шарасатан фаяқсудул құра, өзінің жағы несін, шарасатун деген мен ашрасин нәс бағын айттым, өзінің жағы жамандығын, субханалла, істебаған.
өзінің жауыздығын арттырады. Яғни егер аштық оған аштық күшейсе, яғни егер оның аштығы күшейсе, жауыздығы артады. Жауыздықты арттырады да ауылдарға бет бұра бастайды. Яқсуду, яғни ауылдарға қарай бет бұрап, ауылдарға қалай бет бұра бастайды. Сөйтіп жаңағы малдарға шабуылдай бастайды. Малдарға шаба бастайды. Малдарға жаңағы сиырға, жылқыға тиісе бастайды. Көбінесе шабуылдайды таңда. Таң ата көбінесе шабуылдайды. Иттер ұйықтап жатқан кезде. Бірақ ол адамнан қорқады. Егер адам қасқырдан қашпаса, адамнан қорқады. Бірақ та егер адам одан қорқып тұрғанын сезсе, білсе, және де адам одан қашса, және де адам одан қашса, яғни қасқырдан қасқырдан қашатын болса, адам одан қорқатын болса, адамды жеуге үміттеніп, оған қуып жетіп алады да, оны адамға қуып жетіп, оны парша-паршасын шығарып, талқандап тастайды дейді. Қасқырдың иіс сезу мүшесі қасқырдағы иіс сезу мүшесі өте күшті. Қасқыр бір нәрсенің иісін сезеді, 2,5 километр, тіпті одан да ұзақ қашықтықтан сезеді бірдеңенің иісін. Қасқырдың әдеттерінің бірі, егер ол өзінің жаңағы жемтігін жейтін болса, және де жеп одан қарны тоятын болса, оған ешқашан қайтып келмейді. Және де тағы қасқырдың бір қасиеттерінен, егер ол ауыратын болса, басқа қасқырлардан оңашаланып тасаланып кетіп қалады, егер ауыратын болса. Өйткені ол егер сезсе, өзінің арасындағы біреуінің, яғни қасқырдың егер сезсе ауырғанын біреудің, яғни өзінен болған, қасқырлардың ішінен болған біреудің ауырғанын сезетін болса, оған жиналып келеді де, бүкіл қасқыр оны жеп қояды дейді. Қасқырдың бір ғажап істерінің бірі, егер ол егер қасқырдың қарны ашатын болса, қасқырдың аштығы күшейетін болса, ұлиды да, ол ұлыған кезде қасқырлар оған келіп жиналады дейді. Сөйтіп отыра қалады, біріне қарап, біріне бетпе-бет отырып алады дейді. Кімде-кім сол қасқырлардың арасында кімде-кім бет бұратын болса, оған аттанып, оған келіп, төніп келіп, жаңағыдай ұмтылып келіп, яғни оған шабуылдап келіп, қалғандар оған келеді да, жеп қояды дейді. Қарындар ашқан кезде ұлиды да, бір-біріне қарап отырып алады да, кімде-кім бірінші бет бұратын болса, оған жүгіріп келіп, шабуылдап келіп, оны жеп қояды дейді. Басқалары. Хикаяда келеді, құрметті бір адамдардың біреуі, кана ракибан маға заужади маркабатан шатауиятан,
ертеде деген сөз жоқ, мына жерде хикаяда келеді. Шынында бір құрметті бір адамдардың бірі өзінің әйелімен бірге қысқы шанаға мінген еді. Қысқы шананы алдында 3 жылқы айдап алып баратыр еді дейді. 3 жылқы сүйреп баратыр еді дейді. Сөйтіп ол адамға, шанамен кетіп баратқан адамға бір топ қасқырдан бөлініп кеткен бір қасқыр жолығады да, сөйтіп оларға жетіп алып паршалап тастағанды қалайды жаңағы қасқыр. Сөйтіп жаңағы жүргізуші, жаңағы шананы жүргізіп баратқан сөйтіп жаңағы қасқыр, жаңағы шананы сүйреп баратқан адам қасқырлардан қашуды қалап жаңағы несімен, қамшысымен жаңағы жылқыларды ұра бастайды. Бірақ та қасқырлар жүгіруді күшейтеді де, жүгіруді күшейтеді де шанаға жетіп алады. Сөйтіп сол кезде әмір етеді, бұйырады ана ер кісі жүргізушіге жылқылардың біреуін босатуды бұйырады. Олар жаңағы қасқыр қасқыр жаңағы жылқымен шұғылданып кетіп, жылқыға көңіл бөліп, жылқыға алданып, олардан көңілін бөліп кетуі үшін, яғни жылқымен алданып қалу үшін, оларға қарамай жылқымен алданып қалу үшін бір жылқыны босатып жіберуді әмір етеді жаңағы кісі жүргізушіге. Сөйтеді, аз уақыттың ішінде жылқыны жеп қояды да, сөйтіп қайтадан бастап жүгіре бастайды. Жүгіруді қайта бастайды. Сөйтіп жүргізуші оған, яғни қасқырға басқа жылқыны босатып береді. Үшінші жылғы болса, оларды өздерінің ауылдарына аман есен күйде өздерінің ауылдарына жеткізеді. Яғни үшінші жылқымен жетіп алады да, қалған 2 жылқыны қасқырға босатып беріп, жолда қасқырдың көңілін аулайды, сөйтіп жетіп алмау үшін. Осымен 52-ші дәріс бітті. Иншалла, Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін, түсініп оқуды Алладан нәсіп етсін. Иншалла, түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Иншалла, құрметті бауырлар, каналымыздың дамуына көмектесемін десеңіздер, әрбір видеомыздың астына карточкамыздың нөмірін қалдырамыз. Жақсы істе, сауап істе атсалысыңыздар, бірге болайық иншалла. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.